Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте дәмді сыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен кастрөлімізге сүтімізді құйып, менде мұнда дүкеннің сүті, үйдің сүтінде, магазин сүтінде қолдана берсеңіздер болады. Сүтімізді қайнатпаймыз, тек жылығанша газде ұстаймыз. Одан кейін үстіне сүзбеміз салып, барлығын араластырып тұрамыз. Егер де араластырмай қалсаңыздар, сүзбеміз астына жабысып қалуы мүмкін, сондықтан араластыруды тоқтатпаймыз. Сүтімізді творогпен бірге араластырып тұрып, яғни сүзбемізбен бірге араластырып тұрып, көк суы шыққанша осылай қайнатамыз. Көк суы шыққаннан кейін бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Сүзіп алған сүзбемізді қайтадан кастрөлге салып, үстіне сары майымызды, дәміне қарай тұзымызды және де бір жұмыртқамыз жарып, одан кейін ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ас содасын салған кезде көпіруі керек. Мұқият араластырып тұрыңыз, астына жабысып қалмауы керек. Егер де сырымыз шықпай жатса, онда міндетті түрде тағы да бір қасық ас содасын қосуды ұмытпаңыз. Егер тұрып қалған сүзбе болса, көбіне шықпауы мүмкін. Осылайша барлығын араластырып, сырымызды дайындап аламыз. Дайын болған сырымызды бөлек ыдыс, яғни пластмасс болсын, силиконовый болсын, ыдыс дайындап алып, ол ыдысымыздың ішіне сары майымызды жағып, дайын болған сырымызды сол қалыптарға құямыз. Құйып болған соң 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қойып, жақсылап сырымызды қатырып аламыз. Қатырып болғаннан кейін алып тіле беріп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің үй жағдайында сырымыз дайын. Сіздермен болған Гүлфайрус. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй іштеріңіз қуанатын болады. Өте дәмді, ешқандай ферментсіз сыр.